Клиникаға келдім. Жаңа қаралу себебінен мен Ақмарал Фазыловна кірдім. Бәрін тексерсем, ана жермен жерде түспегенде Фазылова айтты бізге, неге түспесе, ол біз қарай алмаймыз деп нақты барлығын су керек. Терапевтке бардық сосын, Жолдашев деген. Жолдашев дегенге барып едім. Ол бала айтты, сізді мен любой жерде қарап бере аламын, бірақ направление беруге біз рұқсатымыз жоқ. Өйткені коммерциялық. Фото жазу неміз жоқ, ешқандай істеген біздің қолымыздан келмейді. Өйткені страховка жоқ жұмыс орнында. Страховканы төлемеген адам? Страховка төлемеген адам ол кім? Салабаев Рүстем. 2 жыл бойы маршрутта жұмыс істедіңіз? 2 жыл бойы маршрутта жұмыс істедім. Сол маршруттан өзі ауру тауып айналды ғой. Машиналар ескі болды, ремонттаумен әбден. Ремонтымызға ақша төлемеді. Әйтеуір жүрдік, күнкөріс керек, квартира снимать етеміз қалада. Сол күнкөріс жүре бердік үндемей. Бізде квартира, страховка, бәрі төлеп жатыр, бізде қайтамыз. Жақсы.